Сәлем қыздар, біз бүгін каменный эффект дейді ғой, сондай дизайн жасайтын боламыз. Ол үшін бізге основаға мен көк цветті, темный көкті таңдадым. Оның үстіне кептіріп алғаннан кейін базаны жақтым да. И блеск, қандай блеск бар, соны ортасын өстіп септім. Содан кейін, менде не болды? Слюда дейді ғой, сондай едім, бәрін жақтым. Содан кейін осы тоннан кішкене светлее көкті алып, топпен араластырып, болмаса базамен, и жан-жағына жақтым. Сол кезде блесктарымыз кішкене мутныйлау болды. Одан кейін оны кептіріп алғаннан кейін үстіне матовый топ жағамыз да, оны кептіріп аламыз. Ол безлипковый слой болу керек. Одан кейін самый күшті секреті матовый топтың үстіне обычно акварельный балалардың краскасы бар ғой, сонымен сурет салуға болады. Бұндай эффектіні береді. Так что самый главный матовый топ безлипковый слой болса, и үстіне осындай узорларды салып, и глянцевый топпен жапсаңыз, вуаля, керемет дизайн шығады. Одан кейін екінші вариант, я не стала замудрять. Содан кейін, основной тонның үстіне алдында кеппеген гелдің үстіне осындай блесктер жапсыра салдым. И екеуі нормально кеуіп шықты. Бірақ обязательно оның үстін жағындай выравнивать ету керек. Ол базамен істесеңіз болады, топпен істесеңіз болады, без разницы. Выравнивание обязательно. Выравниваниені кептіргеннен кейін матовый топты жағамыз, оны кептіреміз, и оның үстіне жаңағы акварельный краскамен үйістіп разводтар жасаймыз. Сол кезде каменный эффект болады. Камера полностью эффект не передает, сол себептен наживую істелсе вообще эффектно көрінеді, на серіда особенно. Так, одан кейін біз үйістіп бәрін жасап алғаннан кейін оны глянцевый топпен жағамыз, и вуаля, шикарный дизайн дайын. Клиент де доволен, сіз де довольны. Үшінші вариант, на светлым розовым то же самое, блескті жаға саласыз, кептіріп аласыз. Одан кейін обязательно выравнивание жасау керек. Ол выравнивание блескті, кейбір кезде блесктер үсіп шығып қалады ғой, лактың үстіне, сондай нәрсе болмас үшін. Бұл жерде мен голубой оттенкті қостым. Ол голубойды сіздер қараңыздар, сумен араластырып алаңыздар, үст жағастырды, сухой кисточкамен соны үстінен басқан кезде, аны жидкостың бәрін сорып алады, сол кезде осындай разводтар қалады. И үшінші вариант, вуаля, дайын. Менің каналым сізге ұнасам, обязательно подписка жасап кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, мне будет очень приятно. Пожалуйста, менің каналымды тіркеліп қойыңдар, өйткені бұл жақта көп необычный дизайндар бар. Ладненько, давайте пока. С вами было очень приятно. Вот осындай күшті дизайндар шығады. Жасап көріңіздер, оңай және тез.